Assalamu alaikum, hürmetli cemaat, hürmetli көрермен. Шілденің 29-ы. Құдай берем десе форточкадан береді екен. Не бір қызық болып тұр. Менің атарымда қошқар болмайды ғой. Қошқар алып тастаймын ғой, бөліп тастаймын ғой. Күзде бөліп тастаймын, одан кейін болмайды. Мынау қозы бүгін туылып тұр. Менде қошқар бұл март айында қашқан болып тұр ғой. Бүгін не қылса, сол артқа қарай 5 ай санасаң, март айында қашып кеткен болып тұр. Сөйтіп қазір ойланып отырмын ғой, қаяқтан қошқар келді, менде қошқар жоқ еді ғой. Не ол десем, содан есіме түсіп жатыр. Мен көршім қатарында 2 қошқар қызымен жүрген. Бөлген жоқ еді. Көктемде мартта где-то сол шамада бір 4-5 сағатқа соның қойы мен менің қойым қосылып кеткен еді. Оны үйтіп әйтеуір бөліп, ажыратып сөйтіп алған ек. Сол арада үлгеріп тұр қашыруға. Сөйтіп бүгін түсте мына осындай сый беріп тұр ғой маған. Көргенмін неғып жүргенін. Бірақ қаяқтан қашты, туа ма, тумай ма деп ойланып жүрген ғой. Сөйтсем туып берді ғой. Осыдан 3 күн бұрын көрген кезде сәл желіні кішкентай еді. Бірақ қарын салбырап тұрған. Бірақ осы қой туған жоқ еді көктемде. Бәрі туған кезде бұл туған жоқ еді, қысыр қалған еді. Сол енді бүгін туып беріп тұрған. Ұрғаш қозы, әдемі. Осындай қызық болып тұр. Енді күн астында қалдырмай, бір 20 күн яқсақ, жақлап қарап берсем, 20 күн көлеңкеде. Құда қаласа күн өтпейді, мал болып кетеді. Ал енді күн астында жатып қалатын болса, онда мал болмайды. Өпке болып, өліп қалады. Ана бір тентек, өртячке ар жағындағысы. Бер жағында құрттаған. Мына екеуі жетім өздері әйтеуір. Малдан қалып кететін болған екен, ұмытып қойғам. Мынау енді бүгін туылып тұр. Әнеки. Анасы да алып тұр. Осындай қызықтар болады екен. Құдай берем десе, форточкадан береді деген осы ғой. Аллах шүкір.